Ассалаумағалейкум құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін өткен видеода комментарий бөлімінде көп талқыланған ивермек дәрісі жайлы толығырақ айтатын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Ивермек ол паразитке қарсы препарат. Ол жануар организміне түскен кезде бойына тез тарап, алдағы 10-14 күнде 100% жануар организмінде болады. Және жануардың кіші дәретінде де байқалады. Тіпті лактациялық жануардың сүтінде де анықталады. Сондықтан да бұл дәріні мұқият қолданған жөн. Сол үшін осы видеоны соңына дейін көріп, дәрілерді қалай қолдану керек екендігі жайлы толық ақпаратты алыңыз. Ивермек бұл инъекцияға қарсы ерітінді. Ивермек инъекцияға қарсы ерітінді дедік. Яғни ол деген сөз ивермек ішек құртындағы, малдың ішегіндегі барлық құрттарды, тері астындағы құрттарды, мысалға ірі қараның оқыра құртына, және де тері сыртындағы, сыртқы бит болсын, бүрге болсын, тағы да басқа барлық паразиттерге қарсы егіледі. Яғни олардың барлығы малдың қанын ішкен соң өліп түседі. Тіпті тағы бір дәлел, ивермек берілген мал оңайлықпен қотырланбайды. Бұл дәріні өндіруші ресейлік Нита Фарм компаниясы 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 400 мг және 500 мг әйнек немесе полимерлі флаконда резеңке қақпақшамен жабылған алюминмен бекітілген күйде өндіреді. Ивермек ол паразитке қарсы препарат. Ол жануар организміне түскен кезде бойына тез тарап, алдағы 10-14 күнде 100% жануар организмде болады. Және жануардың кіші дәретінде де анықталады. Тіпті лактациялық жануардың сүтінде де болады. Қауіптілігі жоғары ивермектин аппаратының, яғни бірінші деңгейлі қауіптіліктен ивермек емдік дәрісі жасалады. Ивермек емдік дәрісі үшінші деңгейлі қауіптілік тобына жатады. Қолданылуы: асептика ережелерін қолдана отырып, етке, ірі қара мен ұсақ малға 1 мг ерітінді 50 кг тірі салмаққа, яғни 200 микрограмм 1 кг салмаққа егіледі. Егерде қолданылатын доза мөлшері 10 мг-нан асатын болса, оны жануардың екі жерінен бөліп салған дұрыс. Жануарлар қысқы қораға кірер кезде, күздің соңында және көктемде жайылымға шыққанда жылына 2 рет берген дұрыс. Егерде бордақыға мал байлайтын болсаңыз, бордақыланған күні, яғни байланған күні берген дұрыс. Егер мал саны көп болатын болса, малдың жасы мен сортынан бір-бірден таңдап, әуелі 7-10 басына беріледі. Егер 3 күн ішінде берілген, егілген малдар өздерін жақсы сезінетін болса, қалған барлық малға егуге рұқсат. Ивермек егуге болмайды. Сауынды малға, егер жануардың инфекциялық ауруға шалдыққан болса, және буаз малға тууына 28 тәуліктен аз уақыт қалған болса, ивермек беруге болмайды. Жануарға ивермек егілген соң 28 тәулік ішінде етін сойып жеуге рұқсат етілмейді. Егер амалсыз сойылатын болса, етін азулы жануарларға азық ретінде беруге рұқсат. Және сол сияқты, егер жануар төлдесе немесе сауылса, сүтін төліне немесе басқа жануарға азық ретінде беруге рұқсат. Бос қалған флакондар суда 1 сағат қайнатылса, залалсыздандырылған болып есептелінеді. Ал егу орны 5% гидроксид натрий ерітіндісімен тазаланса, құба-құп. Ивермекті жабық қалпында, құрғақ, қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жерде 0 градустан 25 градус Цельсий аралығында сақтау керек. Флакон ашылған соң 24 тәулік ішінде қолдануға рұқсат. Жарамдылық мерзімі 2 жыл.
Ивермек препараты жайлы біздің бар білеріміз осы. Бұл жарнама емес, жай ғана біздің көрермендеріміздің сұранысы бойынша да әзірленген видеоролик. Егер біздің бұл бейнематериалымыз сізге пайдалы болған болса, онда арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.